Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біздің ұйымдастырылған оқу қызметі математика деп аталады. Сабағымыздың тақырыбы геометриялық фигуралар тарауы бойынша жол бойынан нені көруге болады? Бүтін және бөліктер. Бүгінгі сабақта фигуралардың бөліктерін атайды, бүтін, жарты және ширек туралы білесіңдер. Балалар, жаңа сабақты бастамас бұрын шаттық шеңберін бірге оқиық. Білер қазақ баласы, сәлем сөздің анасы. Көп танысты көреміз, бәріне де ізетпен біздер сәлем береміз. Балалар, бізге бүгін қонаққа дым білмес келіпті. Тым білмес, математика патшайымы жасырған жұмбақтардың шешімін таба алмай, бізден көмек сұрай келіпті. Көмектесеміз бе балалар? Әрине, олай болса жұмбақты оқиын. Атына сай балалар, үш бұрыш, үш жағы бар. Ол пішінді кім табар? Бізге әртүрлі пішіндер берілген. Осы пішіндердің арасынан жұмбағымыздың шешіміне тура келетін пішінді көрсетейік. Дұрыс айтасыңдар, үш бұрыш. Жұмбағымыздың жауабы үш бұрыш. Келесі жұмбақты оқиын. Допқа өзі ұқсайтын ерекше бір пішін бар. Атын оның атаңдар. Балалар, біздерге тағы да пішіндер берілген. Осы пішіннің арасынан екінші жұмбағымыздың жауабына тура келетін пішінді көрсетеміз. Өте тамаша, дөңгелек. Екінші жұмбағымыздың жауабы дөңгелек. Бүгін біз бүтін және бөліктерді үйренеміз. Мына жерде нені көріп тұрсыңдар? Дөңгелек. Тамаша. Дөңгелек ол бүтін деп аталады. Мына дөңгелекті бір бөлікке бөлсек, не шығады балалар? Жарты. Дұрыс айтасыңдар. Қайталаймыз. Жарты шығады. Мына жарты дөңгелекті екі бөлікке бөлсек, не шығады балалар? Ширек. Өте тамаша. Ширек. Қайталаймыз. Бүтін. Бүтінді бір бөлікке бөлсек, жарты. Жартыны тағы бір бөлікке бөлсек, ширек шығады. Балалар, енді сендерге былай тапсырма берілген. Дөңгелекті қандай бөліктерге бөлуге болады? Бөліктерді ата. Тапсырманы орындаймыз. Келесі тапсырма. Ауылға бара жатқанда жол бойынан нені көресің? Бүтін фигураларды бір түспен, ал бөліктерді басқа түспен боя. Ауылға пойызбен кетіп бара жатып жолдан нені көруге болады? Мысалы, әтеш. Әтешті көруге болады. Әтештің денесі бүтін шаршыдан құралған. Ал аяғы неден құралған? Аяғы үш бұрыштан құралған. Ал құйрығы неден құралған? Құйрығы жарты бөліктерден құралған. Ал басы ше? Басы бүтін дөңгелектерден құралған. Осылайша тапсырмаларды орындаймыз. Келесі тапсырма. Өрнек қандай дөңгелек бөліктерінен құрастырылғанын айт дейді балалар. Келесі тапсырма. Вагонға әжесі, анасы және немересі кірді. Олар үш орынға қалай жайғасуы мүмкін? Рөлге бөліп достарыңмен практикалық жұмыс жүргіз. Олар басқаша қалай отыруы мүмкін? Өз нұсқаңның суретін сал. Балалар, бүгін біз не үйрендік? Бүтін бөлік туралы білдік, Бүтінді бөлсек не шығады? Жарты. Тағы бір бөлікке бөлсек, ширек шығады. Ауылға бара жатқанда жол бойынан нені көрдіңіздер? Оларды қандай фигуралардан жасалғанын анықтадыңыздар? Өте тамаша. Жарайсыңдар. Бүгінгі оқу қызметі осымен аяқталды, балалар.
Сау болыңыздар балалар.